Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Нұртас, және де мен Нұрболдың қасынан үй ала жағадым ғой. Сол үй жоқ маған. Sonra нерден гостиницадан үй алып алдым. Соған мини обзор сұра жағадым ғой. Если что, наларға мән бермей қойың, бағана Нұрболдың машинасын апарған едік қой ұстаханаға. Міне осы дегенде кіргенде есік жауамыз, есік құлыптап қоямыз, адамдар кіріп кетпеу үшін. Бүйтіп, нерде кірген кезде отырасың деп онда телевизия көресің, нәңгілдей, қанша миллион ақшаға алдым жинап отырған. Қараңдар достар. Нерде отырасың сөйлесіп, әңгіме айтып, нерде кухня, тамақ жейсің, нерде өзімнің новый компьютерім. Осыған миллиард ақша кетті ғой достар. Ойлаңдарсай. Мощный компьютер алып алдым өзіме деген. Және бұл үйге комментке жазып кетіңдер, өзіңдегі Roblox'тағы каналда атларыңызды. Если что, сілеменде видеоға түсіп қалуым да мүмкін. Осы жерде барлығымыз ұйықтаймыз. Мына бөлмеде де бар, если что, ванна, туалет. Сөйтіп, мына жерде де бар. Балық шақ дегендерге қой. Мына жерде мына жерде менің комнатам. Мынау менің комнатам. Ерде сирек бар, сирекқа барамыз. Ал не? Мен Нұрболдың үйіне мен машинама қойған ғой, соны алып келейін десем, Нұрбол қазір бір Турцияға ұшып кетті ғой самолеттен. Біздің машинам не болғанын білмейміз. Қазір қытай тамақ жеп алайық. Мына жерді мен бірінші рет көріп тұрмын, алдыңғы рет көрген деймен ба деймен. Мынаны. Еще пиццаларда әдемі, мощный, сочный, дегенский. Неде продукты не затасақ болады. Ал ендісе достар, қазір мен продукты алып шығаман. Оған несілер видеоны ұстап қойып, комментарияны артылатып жіберіңдер достар. Достар, зорға деп алдым ғой. Клиент деген көбейіп кетті ғой, адамдар деген. Өзіме нандай алып алдым. Если что, Нұрбол біздің үйге келіп қалуы да мүмкін. Мына жеріне жат, хат салатын екен ғой. Ал ендісе достар, бүгін видео аяқталды.